Жалғастырайық. Меркіде көктемгі дала жұмыстары қарқын алды. Ауданда 103 мың гектардан астам егістік алқаптары бар. 2024 жылы 85 мың гектар жерге түрлі дәнді дақылдар егілді. Енді оның ішінде 29 мың гектарға күздік арпа себілген. Өткен жылы 3771 гектар жерге қант қызылшасы егілген. Ауа райының қолайлы болуы арқасында мол өнім алынды. Сондықтан биылда осы көрсеткішті арттыру мақсатында жоспарлы жұмыстар жалғасуда. Ал биыл аймақтағы 103 мың гектардың 89 мың гектары толық игеріліп, егістік алқаптарының көлемі арттыратын болады. 25 мың гектардан астам жерге арпа себу жоспарланып, егістік жұмыстарының сапалы әрі тиімді жүргізілуіне барынша көңіл бөлінуде. Бұл Меркі ауданы жалпы 103 мың егістік алқаптарымыз бар. Соның ішінде былтырғы жылы 85 мың гектар жерімізге алқаптарға дәнді дақылдарды отырғыздық. Оның ішінде 29 мыңға жуық гектар жерге біз күздік арпа ектік. Спатай батыр шаруашылығында биыл 250 гектар жерге жаздық арпа себу жұмыстары жоспарланып, жұмыстар басталып та кетті. Арпа себілетін жер алдымен минералды тыңайтқыштармен тыңайтылып, арнайы жер өңдеу жұмыстарынан өтіп, тегістелді. Осылайша жердің сапасы жақсарған. Көктемге егіс науқаны басталып кетті. Біздің Спатай батыр серіктестігінің жоспарында 250 гектар жаздық арпа себілу жоспарлануда. Қазір мынау көріп тұрғандай өздеріңіз ылғал жабу, одан кейін жер тегістеу, одан кейін жаңағы минерал тыңайтқыш беру және соның бәрі қазір өткіздік. Ауданда көктемгі дала жұмыстарының тиімді әрі сапалы жүргізілуі үшін барлық жағдай жасалып, техникалық мүмкіндіктер мен су ресурстары да толық пайдалануда. Ауыл шаруашылығынан бізге ұсыныс түсті. Біз 250 метр қазып, 100 метріне 273 колонна отырғыздық, ар жағына 150 метр 159 колонна отырғыздық. Бізге ұсыныс берді, 2 скважина ұсыныс түсті. Біріншісін бітірдік, екіншісі осы 2-3 күнде көшіп, 2-3 күнде қазамыз бастаймыз. Бұл істер ең алдымен ауыл шаруашылығын тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, аудан шаруашылықтарын мол өнім алуына жол ашады. Шерхан Дакен, Еркін Жасыбаев, Майра Үсербай, Айқын ақпарат, Меркі.